кітап адамзаттың ең жақын досы және ақылшысы, даналық пен білімнің қайнар көзі. Мен Сәуле Досжанның «Қасірет пен тағдыр» романын оқып, сіздерге қысқаша мазмұнымен алған әсерімді баяндағым келіп отыр. Шығарма негізі Семей полигонынан зардабын тартқан қарабайыр халық пен баласынан айырылған ананың зары мен оларға қарсы шыққан ананың рухы бейнеленген. Жазушы аяулымның өмірін, басынан кешірген қиындықтары мен бақытты сәттерін осы бір роман аясында суреттеп қана қоймай, Семей ядролық полигонымен қатар шетелде орын алған жарылыстарынан жәбір көрген халықтарымен, өз бастарынан кешкен оқиғалармен бөліскен белгілі тұлғалар туралы тың деректерді де келтіре кеткен. Басты кейіпкер аяулым үшін бірде қуанып, бірде мұңайып отырасың. Табиғи әрі шынайы оқиғалар негізінде жазылған реалистік шығармалардың бірі. Кейіпкердің ғана емес, қазақ халқының қасірет сезімі арқылы тамаша жеткізе білген. Аяулым 20 жасында күйеуге шығып, өз ұясынан кеткен сәттен бастап, басынан небір қиындықтарды өткізеді. Бауыр еті баласынан, жолдасынан айырылып, қиын сәттерді басынан өткізеді. Бар жұбанышы әмірінен қалған тұяға сұңқар үшін өмір сүреді. Бұл қиындықтарға мойынсынбай, бар ауыртпалықты жеңіп шығады. Соңында ең алғашқы махаббаты Меліспен табысып, егіз ұл сүйіп, әйел бақытын, ана бақытын сезініп, бақытты ғұмыр кешеді. Бұл кітап кез келген қыз баласы немесе әйел баласы оқуы қажет. Шығарма арқылы қазақ қоғамында қашанда әйелдің орны ерекше болғанын, ұлттың жанында сақталған тұмар, қарашаш, домалақ, айғаным, зере деген ханшалар мен ұлы аналардың отаншылдығы, ел мен жерге деген сүйіспеншілігі, ерлік істері бүгінгі ұрпаққа қалдырған өнегесін есіме алдым. Олар арқылы парасаты, қайсарлығы дәл аяулымның бойынан табылған. Қағаздың бетін парақтап отырып, өміріне бір жаңашылдық сыйлау керемет дүние. Ал сол кітаптан алған ақпаратты өміріңде қажетке жараса, тіпті жақсы. Сіздерге «Қасірет пен тағдыр» кітабының толық нұсқасын оқуға және де оның 2-ші бөлімі ретінде жарық көрген «Үзілмеген үміт» атты кітабын оқуға кеңес беремін. Бұл кітапта аяулымның ары қарай өмірі жазылған.